Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Қазір сіздерге Suno нейросетін таныстырғым келіп отыр. Яғни бұл сайтта сіздер не жасай аласыздар? Өзіңізге қалаған жанрда ән шығара аласыз, және әнге түзету енгізе аласыздар. Мысалға, сыныбыңыздағы оқушының туған күні болса, осы Suno нейросет арқылы ән шығарып берсеңіздер болады. Және де қазір түрлі конкурстар болып жатыр, сол конкурстарға өзіңіз туралы ChatGPT арқылы таныстыру әнін, өлеңін жаздырып алып, және осы Suno нейросетіне келіп салсаңыздар, сіздерге ән шығарып береді, таныстыру әнін. Не болмаса, сергіту сәтіне арналған әндерді де осы нейросет арқылы жасап шығарсаңыздар да болады. Suno нейросетіне біз осы интернетке Suno деп жазып аламыз да, бұл сайтқа өзіміздің Google аккаунтымызбен кіреміз. Мен қазір тіркеліп қойғандықтан мені осы сайтқа қазір сразу кіргізіп отыр. Және де сайтқа кірген кезде басты беті, осы сайт арқылы жасалынған өлеңдер шығады. Бұл өлеңдерді өзіңізге ұнаса, жүктеп алуыңызға болады. 3 нүктені батырсаңыздар, бассаңыздар, осы жерден делиться деп, поделиться басып, біреуге жіберсеңіздер де болады. Тыңдап көрсеңіздер де болады. Енді бұл басты беті, өзімізге ән шығару үшін создавать деген батырманы басамыз. Айтқанда, осы сайтқа кірген кезде ағылшын тілінде болуы мүмкін. Менде қазір орыс тілінде көрсетіп тұр. Ол үшін біз жоғары жақтағы значокты басамыз, яғни бұл перевод жасау деген белгі. Егер де ағылшын тілінде болса, орыс тіліне аударып алсаңыз болады. Не болмаса, сізде осы жерде бұл белгі жоқ болса, жоғары жақтағы 3 нүктені басамыз да, және осы жерде перевести батырмасын басып, сайтты орыс тіліне аударып алсаңыздар болады. Міне, создавать батырмасын бастық, және де өзіміз қалаған тақырыпта ән шығара аламыз. Ол үшін біз жоғары жақтағы кнопканы бұлай өшіріп тастаймыз. Және осы жерде біз өзімізге керекті тақырыпта, яғни промпт жазамыз бұл жерге. Мысалға, сізге махаббат туралы өлең керек болса, не болмаса туған күнге арналған өлең керек болса, осы жерге жазасыздар. Орыс тілінде керек болса, орысша жазыңыз, қазақ тілінде керек болса, қазақ тілінде жазсаңыздар болады. Және бір ескертетін жағдай, бұл сайт сізге күнделікті 10 ән жазуға мүмкіндік береді, бесплатно. Яғни сізге 50 кредит беріледі. Мына жерде 50 кредит деп жазылып тұрады. Мен қазір бүгін өзімнің жаңағы берілген 10 өлеңді мен шығарып қойғам, сондықтан мына жерде кредит көрсетілмей тұр. Міне, мысалға, мына жерде 50 кредит деп тұр. Мен бұл жерде басқа аккаунтпен кіріп отырмын, 2 аккаунтпен кірем осы Suno сайтына. Егер де 10 өлеңді мен жаңағы 50 кредитті жұмсап қойсам, мен басқа аккаунтпен кіріп, осылай қолдана берем. Ол ақысыз. Мына жерде 50 кредит деп тұр. Егер де кредитіңіз бітіп қалса, осы жерде берілген лимит сізге, ол келесі күні жаңарып отырады. Яғни сіз бүгін қолдандыңыз, аяқталды лимит, келесі күні сізге тағы да 50 кредит бесплатно беріледі. Осындай керемет сайт. Енді мына жерге өмір туралы, мен мысалға жаңа ғана шығарған болатынмын, өмір туралы өлең, солай жазамыз да, промпт жазамыз. Не болмаса, туған күн иесі деген сияқты. Және менде мына жерде лимит бітіп қалғандықтан, мына жерде создавать батырмасы басылмай тұр. Енді мына жерде жазылып тұр, кредитіңіз бітіп қалған деген сияқты. Міне, басқа аккаунтпен көрсетейін. Өмір туралы өлең. Осылай тұру керек, жоғары жақтағы кнопкаларды баспайсыз. Создавать батырмасын басамыз, сол кезде мына жерге бізге өлеңдер шығарып береді. Міне, мысалға, міне осылай алдында мен бүгін шығарған өлеңдер, міне
мысалға өмір туралы міне өлеңдер шығарып берді, тыңдап көрейік. туған күнмен туған сәт кірер әлі ақтанға. Яғни бір өлең шығарған кезде сізге бірден екі өлең шығарып береді. Міне көрдіңіз бе? Мысалға өмір туралы өлең деп едім, маған екі өлең шығарып берді. Екі жанрда, мысалға екі дауыста болуы мүмкін, иә. Келесі өлең тыңдап көрейік. туған күнмен туған сәт кірер әлі ақтанға. Менде туды. Мына қазақша шығарған өлең. Өзіңізге ұнаса, мына жердегі 3 нүкте батырманы бассаңыздар, скачать деп жүктеп аласыздар өздеріңізге. Міне mp3 аудио деген басасыздар, жүктеп аласыз. Егер ұнамаса, мына жерде картинканы басып өшіріп тастасаңыздар болады. Осы сайттан жоқ болып кетеді. Орыс тілінде шығарып көрдім, тыңдап көрейік. В этом мире снова я засаживаюсь на тот же стул, вдохнуть судорог, как ваше время. Яғни мына жерде сіздер промпт жазған кезде жанрын жазсаңыздар да болады. Және де мына жерде екі түрде, классикалық түрде және реми деп тұр. Яғни бұл осы түрде, осы жанрда сізге өлең шығарып береді. Міне бассаңыздар басқаша өлең шығады. Мен қазір мына түрді таңдағанмын. Маған осындай орыс тілінде, қазақ тілінде және осындай өлеңдер шығарып берді. Енді сіз жасанды интеллекттің көмегімен, яғни ChatGPT-дің көмегімен өзіңізге таныстыру шығарып, не болмаса сергіту сәті, кез келген өлеңді, жаңағы осы ақындардың өлеңдерін даже осы жерге соноға салып өлең шығарсаңыздар болады. Яғни ол қалай? Мына жерде сіз промпт жазып өлең шығардық. Енді келесі бір түрі, мына жерде жоғары жақтағы кнопканы басамыз. Сол кезде бізде осындай окно пайда болады. Осы жерде введите свой текст деп тұр. Осы жерге мысалға қазір мен ChatGPT-дің көмегімен өзіме өлең шығарып едім. Яғни неге байланысты қазір сергіту сәтіне арналған мен өлең шығардым. Яғни мен емес, бұны жасанды интеллект ChatGPT шығарып берді, өлеңді. Осыны көшіріп аламыз да, соноға келеміз. Жоғары жақтағы міндетті түрде мына кнопка басылып тұру керек. Осы жерде кнопканы осылай вставить ете саламыз. Көшіріп алып келеміз да, осылай вставить ете саламыз. Енді келесі, біз мына жерде жанрын таңдаймыз. Сізге қандай жанрда бұл ән керек, осыны таңдаймыз. Мысалға, танцевальная группа деген таңдаймызды. Дальше соның ішінде сізге қандай керек, мысалға, соны таңдайсыз. Классический деп таңдап көре салайық. Поп, бірнеше жанрлар таңдауға болады. Бірнеше жанрлар таңдап ән шығарсақ өте керемет. Жақсы, әрі қарай мына жерде таңдап керек жоқ, мына жерде ештеңені. Введите название деген, яғни өлеңнің атын өзіңіз жазып қойсаңыз, мына жерде осылай сақталып тұрады. Так, мысалға мен жазып қояйын. Сергіту сәті деп. Жазылып тұрған жоқ менде текст. Сергіту сәті. Енді әрі қарай біз создавать батырмасын басамыз. Енді күтеміз. Осы жерде бізге сразу міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай екі өлең шығарып берді. Яғни екі жанрлары бірдей, бірақ екі түрлі өлең. Екі түрлі дауыста болуы мүмкін. Өзіңізге қайсысы ұнайды, соны жүктеп алсаңыз болады. Және менің YouTube каналымда сергіту сәтіне арналған видеоны өзіңіз жасаңыз деген сондай сабақ бар. Соны көріп, сол қосымша арқылы сіздер сергіту сәтіне арналған видеоны өзіңіз жасасаңыздар болады. Яғни осы әнді жүктеп аласыздар да,
кез келген персонажды, кез келген бір суретті қойып қойсаңыз, сол қосымша арқылы сізге сергіту сәтіне арналған видео дайындап береді. Яғни сіз сол видеоның авторы болып есептелесіз, иә. Сіз сабақта ютубтан, не болмаса басқа да бір сайттардан сергіту сәтін көрсетпей, осындай өзіңізге жаңағы ұнайтын стильде сергіту сәтін қолдансаңыздар болады. Міне тыңдап көрейік, иә. Болыңызды жоғар көтеріңіз, тыйым салып дәмін. Болыңызды юқара көтер. Яғни стиліне байланысты, мысалға сергіту сәтіне арналған сіз әнді қай стильде жасап шығарғыңыз келеді, соны мына жерде таңдайсыз. Менен жаңа стильдерім дұрыс болмай қалды, таңдаған жанрларым. Мен алдында қазір көрсетейін сіздерге. Біздің жаңағы жасап шығарған әндеріміз библиотекада сақталады. Библиотеканы бассаңыздар, менің осы уақытқа дейін жаңағы шығарған өлеңдер міне көрініп тұр, иә. Мына жерде сергіту сәтіне арналған қазір YouTube каналда көз, шаш, құлақ, ауыз деген осындай дене мүшелерін көрсететін сергіту сәті бар, иә. Соның сөзін мен осы нейросетке әкеліп салғанда маған осындай бірнеше нұсқада өлеңдер шығарып берді. Соның біреуін тыңдап көрейік. Жоқ, бұл емес. Көз, шаш, құлақ, ауыз. Ал енді балалар биле, 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 қол, аяқ. Міне осылай өлеңнің жанрды өзгертіп жіберсеңіздер де болады. Мына жерде өзіңіз туралы данныйлар тұрады. Профильді редактировать етсеңіздер де болады. Осындай керемет нейросетті таныстырғым келіп еді сіздерге бүгін. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, және достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Алдағы уақытта көптеген осындай нейросеттерді біз сабақта қалай қолданамыз, сол туралы видеолар түсіретін боламын. Сол үшін мен YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар.